біздің сабағымыз тақтаға назар аударайық. Суретте нені көріп тұрсыңдар, осы арқылы біз тақырыбымызды ашып алуымыз керек. Суретте нені көріп тұрсыңдар, суретші нені, қандай оқиғаны суреттегісі келіп тұр. Үстейміз тағы да махаббат символы. Поэмасының авторы кім екен? Мұқағали бір ғасырда бір рет қана дүниеге келетін қазақ поэзиясының алтын домбырасы, дерліктей ірі талант иесі. Бүгін біз сөз еткелі отырған шығарма Аққулар ұйықтағанда, ғажап поэма. Бір түнде бір денмен табиғат пен ақын сезімін үндесуінен туған дүние екен. Олай болса, біз осы Мұқағали Мақатаевтың Аққулар ұйықтағанда поэмасы арқылы сұрақтарға көшетін боламыз. Ана тобына Мұқағалидің азан шақырып қойған аты Мұхаммед Қали. Мұқағалидің әкесінің аты ақынның қай жылы дүниеге келді? Жақсы. 1931 жылы. Ақынның туған жері Алматы облысы. Жақсы. Ақынның әжесінің аты жақсы. Ақынның атасының аты жақсы. Келесі табиғат тобына. Мұқағалидің Фариза қыз өлеңі кімге арналған? Фаризаға. Аққулар ұйықтағанда поэмасындағы көлдің аты жақсылық? Жетім көл. Ақын өзінің өмірбаянын қай өлеңінде жазды? Нені? Анкетаны. Жақсы. Мұқағалиға алтын қалам сыйлаған Ғабит Мүсірепов. Мұқағали өлеңдерінде ең көп ән жазған авторлар Нұрғиса Тілендиев. Аққу тобына Мұқағалидің ұлдарының есімі? Жақсы. Келесі, Қарасазда Мұқағали мұражай ашқан жыл қай жылы? 1991 жылы. Жақсы. Мұқағалидің прозалық шығармасы? Алғаш келгенде Дариға жүрек, Аққулар ұйықтағанда шуағым менің жылайды жүрек. Жақсы. Келесі, ақынның жарының аты? Лашықтың атынан аталған екен. Жақсы. Ақынның алғашқы өлеңдері? Қырман басында қойшы бала кезай. Жақсы. Мұқағалидің қандай сөздерін, әндерін білеміз? Әйелдер-ай, сенің көзің бүгін мен туған күнім, әке, ей өмір сүрейік алмасып бақыт деген. Жалпы әндері көп екен, жарайсыздар, қол шапалаққа қойыңдар, жауап беріңіздер. Бізде енді қорғау әдісінде сендер бұл поэманы жақсы оқып келдіңдер, сол бойынша бүгін постер қорғайтын боламыз. Бірінші табиғат тобы Аққулар ұйықтағанда поэмасына жетім көлде бейнеленген жолдарды, сөз тіркестерді жазып қорғау. Тақтада оқысыңдар ғой. Екінші, ананы бейнелеген жерін, үшінші топ жаңа аққуды бейнелеген жерін жұмыс жасайтын боламыз. Сендерге 10 минут уақыт беріледі постерге жасаймыз. Үш топта жұмыстарын ілеміз. Мұқағали Мақатаевқа түсу керек екен. Ол 1931 жылы Алматы облысы Райымбек ауданында дүниеге келген. Біздің тапсырмамыз Мұқағали Мақатаевтың Аққулар ұйықтағанда поэмасының аққу бейнесіне үзінді келтіру болған. Аққу мойын сүмбе қанат, бір мамығы майысы ауырсынып, тарақ етіп тұмсығын тарайды қауырсынын. Құм тұрса да бір түйір ауырсынып, жаны сұлу, ағаркем, ары сұлу, ақ қанатын сабалап, асыр салып, бірде суға сүңгиді басын малып, ойнасын, ерке құстар тыныштығы олардың қашырмал. Осылай Мұқағали Мақатаев Аққулар бейнесін айтқан. Және де сол поэмадан дарын қысқаша түсінік берілсе. Мұқағали Мақатаев өзінің поэмасында табиғат перзенті бола тұра қасиетке оқ атып, өз баласы үшін қатыгездік танытқан бейнелейді.
ол жерде ананың балаға деген ұлы махаббатын күштілігін көрсетеді. Және анасының баласы үшін өлім аузында жатқаннан кейін бәріне барып және бәріне дайын болған соң тәуіптің айтқанына сеніп жетім көлге барып киелі құсты аққуды атуы. Мұқағали Мақатаевтан ең бірінші табиғаттың суретін салу тапсырмасы берілген. Ол және де міне бізде табиғаттың суреті. Бізде кейінгі тапсырма табиғат жетім көлдің бейнесін поэмадан алу. Өзенде жоқ сыймаған арнасына, жылғада жоқ даламен жалғасуға. Таста тоңған жаңбырдың тамшысындай қалай біткен мына көл тау басына. Мөлдірейді қарайды қарғашынға, жалғыздықтан жамандық бар ма сірә. Қанша ғасыр өтті екен, қанша заман, қанша ұрпақ кетті екен, қанша адам. Қанша шырша өсті екен, құлады екен, жетім көлде қарауылдан шаршамаған. Жетім көлден су ішкен қанша марал, қанша киік екен сай салада. Деп ақын табиғаттың суретін бейнелеген. Табиғаттың бейнелеген. Бізге табиғат туралы мазмұн берсін деген. Мен айтқым келіп тұрған табиғат тіршілік көзі. Оның әрбір әсерлі адам өмірінде үлкен рөл атқарады. Себебі бұл табиғатта 4 мезгілдің өзі әсерлі болады. Және аяулы тіршілік ету, аяулы тіршіліктер бұл табиғатта 4 мезгілдің өзі әсерлі болады. Және аяулы тіршілік ету, аяулы тіршіліктер бұл жерде жануарлар, бүкіл өсімдіктер жатады. Бұл өсімдіктердің өзі адамға күш қуат береді. Аққулар. Бізге аққулар тобына ең біріншісіне аққу суретін салып берді. Соған біз мына сурет салып бітік. Осыған байланысты біз Мақатаевтың аққу рефлялық шығармасындағы үзінділерден сурет салып келдік. Және де бізде қосымша ақпарат бар бұл жақта. Бұл жерде ана мен баланың суреті салынған. Ана мен балада біз бұл оқиға арқылы мейірімділікті, махаббатты көре алсақ болады. Аққу қандай құс екен? Аққу киелі құсымен және де осы оқиғаны үстінде айта кетейін. Мына суретте берілген оқиға ол әкесі мен ананың диалогы. Анасы әкесіне айтады, жалған ұлдан артық па жалған бәрі. Балам өлсе бақыттың керегіне топан су басып кетсін қалғандарын. Перзент сұрап несін армандадың құрысын, мұнсыз сен жалған бағың. Мылтықта кел ат берді де жалған бәрі деп жетім көлге кетеді. Жетім көлге барып аққуды атады. Аққуды атқан соң оған аңшыға ұрсады. Аңшыға жауап береді, жоқ ата, арпа алысып зор қайғымен. Жоқ ата, жасамадым ондайды мен. Жасыған естігенім бар тын еді. Әйтеуір аққу атқан оңбайды деп. Сөйтіп анасы үйіне барып баласына барады. Таңертең анасы айтады баласына, өлгеніне сенбей құшақтап кәз ботам, оянасың, аққумен мен сені ұшықтаймын деп айтады да сөйтіп баласы дүниеден өтеді. Бірақ сонда аққуды да атқан кезде балада не алған екен? Дүниеден өткен екен. Сондықтан бұл поэманың астарында үлкен ой жатыр, жақсы. Аққуды атпа, досың сатпа. Жақсы отырғандар. Ал енді жалпы бәрімізге шапалақ ұрып қойыңызшы балалар. Жақсы көрсетіп, енді сендер бағалауларың керексіңдер. Қарап отырсаңдар, бұл жерде бас бармақпен бағалайық. Бірінші топтыкі, табиғат тобынікі ма? Бірінші. Бірінші топқа бағалаймыз, екінші, үшінші топ қалай бағалаймыз? Бас бармақ. Жақсы десеңдер бұлай, ортада десеңдер бұлай, төмен десеңдер бұлай. Екінші, үшінші топ, бірінші топты қалай бағалайсыңдар? Жақсы, бәріміз бірдей көтерейік. Жақсы. Енді бірінші топтыке бағаланды. Екінші топты екі жақ бағалаймыз бас бармақпен. Жақсы, бәрі жақсы деді. Үшінші топтыке жарайсыңдар. Жақсы. Өте жақсы жұмыс жасадыңдар. Келесі біздің арай келесі тапсырмамыз. Аққу тобы дайын. Қалған екі топ қана табиғатты ана тобы қана сұрауымыз. Үшінші
Жалпы кірсек ал бірінші қай топ шапалақтады, сол топ дайын. Композициялық талдау. Бізге берілген тапсырма композициялық талдау. Оны біз былай жасадық. Оқиғаның басталуы. Қалай? Өзінде жоқ сыйлаған арнасында, жылғада жоқ даламен жалғасуы. Таста туған жаңғырдың тамшысындай, қалай біткен мына көл тау басына бүтіндей, жетім көлдің табиғатын сипаттады. Жақсы. Ал екінші өлең жолын ішінде келтірген екен, жақсы. екінші оқиғаның байланысуы. Бұл күлі мылтық алған саятшы емес, ақылы раман өлеңдері, ақылы ұйықтарады айтып күнде, жетім көлін жеткен сүрін қанған біледі. Дегенде жетімдесін ақылардың маңыздылығы айтқан жетім көлге ақылардың келуі. Жақсы, жетім көлге аққулардың келуі. Келесі? Үшінші оқиғаның дамуы. Баласы ауырып, дертке түсуі, тәуіп келуі, анасының баласы үшін жетім келге кетуі. Жақсы. Оқиғаның шиеленісуі. Тәуіпке сенісі жұбайға қарсы келіп жетім көлге кетуі. Бесінші оқиғаның шарықтау шегі. Анасының тәуіпке сеніп үйден шығып ақылды атуы, малшының келіп оған ұрсып үйіне жіберуі. Жақсы. Және алтыншысы оқиғаның шешімі. Аққуыз қалған жетім көл, баласы қалған жесір ана. Жақсы. Шапалақ ұрып қояйық, өте жақсы. Сатылай кешен талдау. Авторы Махағали Мақатаев. шығарма атауы, Аққулар ұйықтағанда. жанр түрі, Көркем әдебиет поэма. Жанр поэма. өлең құрылысына қарай талдау. Қанша шумақ? 18. Саны, тармақ саны, 362. буын саны, 11. қас түрі бізде қара өлең болады. Теңеу, жаңбырдың тамшысындай, қарақшыдай, шашылдай. Жақсы. Эпитет, тәкаппар қыз мөлдіреген, үтілдеген көз жасы, ақ қанатын шапалақ, қатыгез сыртқы ой. Жақсы. метафора, аппақ айдын, өмір, дария, аққу бала. Жақсы, метафора тапты. Тәрбиелік мәні. Анасы баласы үшін киелі аққу құсты атады. Жақсы, шапалақ ұрып қояйық, бірінші топта. Бізге? Жақсы, ал. Бізде концептуалық кесте, кейіпкер бізде ана, сол ананың бізде іс-әрекеті. Іс-әрекеті жалғыз ұлдан амандыққа жалған бәрі барын өзге бағындырып, не көреді адамгершілік қасиеті. Сана болған ханның сына жүрек батыр өзінің баласын деген махаббатын сүбелі аққу құсты атап өлтіргендіктен баласынан да атылды. Жақсы. Екінші кейіпкер бізде әке, оның іс-әрекеті. Әке. Ол әйеліне қарсы шығып келі аққу құсты атудан бас тартты және құдайшылық жолынан түспеуді жөн көрді. Адамгершілік қасиеті. Ар намысқа қоян жек, оны мен мына үзінділерден дәлелдеймін. Апыр-ай, қалай барам, атармын аққу құсты қалай ғана, айдынның аққулары ұйықтағанда, өрген мал өскен шырша абайлаған, барлығы қасиетке қарайлаған, оқ атам қасиетке қалай ғана, бармаймын, баралмаймын, қалай барам. Жақсы, үшеуді келтірген жақсы. Үшінші кейіпкер бізде Тәубішал, оның іс-әрекеті. Үзіндіден алсам, мына күндіз Тәубішал не деп кетті, әлде өтірік, әлде шын демек кетті. Аққу менен баланы аластаңдар деді дағы жаймен жөнеп кетті деп, баланың ата-анасына жалған ақпарат береді. Жақсы. Сол Тәубішалдың адамгершілік қасиеті. Тәуіпшал өтірікші суай ел арасындағы емнон жасайтын адам. Жақсы. Бәріміз не қылдық, атсалыстық, жарайсыңдар. Бәрін ашты деп ойлаймын, оқулықтар кітабы берді деп ойлаймын. Келесі біздің бәріміз бірдей шапалақ ұрып шыққаны. Мақатаевтың өлеңдерінен жаттаған бізде шығармашыл оқушыларды ортаға шақырамыз. Али Мақатаев, шын ғашықпын. Ғашықпын, шын ғашықпын сол адамға. Мен болмасам болмайым сол аманба. О тәңірім, неткен жан қайрылмайтын, жүрек еттен бе, әлде қоладан ба? Ғашықпын, қайтып оны жасыра алам. Бір алтынының әр тал шашымаған, сағынайын таусыла сағынайын, сағынышқа жаралған ғашық адам. Шарықтап, қолым жетпес көкте күнге, ақ қанат құсым менен кеткенін бе, шарқ ұрып бар ғаламды шырайына алып, мәңгілік сен іздеумен өткенім бе,
сарғайған, сағынышқа басып толып, бар үміт, бар сенімді шашып болып, өтермін сірәда мен бұл өмірде, мәңгілік қалармын мен ғашық болып. Шапалақ ұрып отырайық. Мұқағали Мақатаев, эпилог. Сол кеткеннен мол кеттім, оралмадым. Жердің сайын жалғыз-ақ сол арманым. Қиын екен қимасаң екі бірдей, көз алдымда ғайып боп жоғалғаны. Көрдің бе бір-біріне дөп келуін, бір қырсықпен шектелуін. Баламау мына өмір дарияның, білмейсің қайда кенін өткелінің. Аққулар, аңыз көп қой олар жайлы, көзіңмен көргеніңдей бола алмайды. Тек қана тыныштықта ұйықтайды олар, шошытса екінші рет оянбайды. Орнында кен жетім көл жоғалмапты, ортаймапты немесе толалмапты. Жағалауын жауыпты жасыл жалғыз, қасиетті аққулар оралмапты. Қапелин қателікке баспадар, осыларсында полыстас, саспадар, махаббат қимадаған тұтасқандар. Ең бірінші бақытым халқы менің, соған берем ойымның алтын кенін. Ол бар болса мен бармын, қор болмаймын, қымбатырақ алтыннан нарқым менің. Ал екінші бақытым тілім менің, тас жүректі тілімнен тілінбедім. Кей дүниеден түңілсем де, қасиетті тілімнен түңілмедім. Бақытым бар үшінші отан деген, Құдай кім деп сұраса мен отан берем. Оты сөнген жалғанда жан барсын ба, оянбай-ақ кел дағы отал менен. Мұқағали Мақатаев, әке, мен сенің жасынан асып барам. Кезі келгенде тасып қалам, кезі келгенде жасып балам. Мұны өмірге бәрібір ғашық балам. Құралақан емеспін қуаныштан, қуаныштар алдында құрақ ұшқан. Бір арыстан өмірден өткенімен, өмір сүріп келеді тырарыстан. Өкінбе әке, отын бар сөнбей тұғын, ол мәңгілік жанады көрмейтінін. Ұрпағым бар ел менен ер намысың, түрі тұрсаң қолынан бермей тұғын. Мұқағалиды жаттап, осындай заманда өмір сүріп жатқанымызға бақыттымыз, иә? Олай болса біз сабағымыздың соңы бақыт деген, немене деген өлеңмен ормен айтатын боламыз, иә? Бақыт деген сенің бала күндерің, бақытсыз-ақ бақытты болып жүргенің, бақыттың да басқасын да білмеуің, бақытсыз-ақ ойнап күлгенің. Бақыт деген сенің бала күндерің, бақытсыз-ақ бақытты болып жүргенің, бақыттың да басқасын да білмеуің, бақытсыз-ақ ойнап күлгенің. Жарайсыңдар, жақсы. Бұл біздің сабақты қорыту көңіл күйіміздің нәтижесі деп айтамыз. Енді бала бүгін өздерің біраз еңбек еттіңдер, соның стикер арқылы қанша балл жинадыңдар, соны Мұқағалиды қалай өздерің ұнатасыңдар, поэзиясын ұнатасыңдар. Жақсы, балны оқып біле ғой. Бүгінгі сабақ қызық өтті, топтық жұмыс ұнады, бәріміз бірігіп жақсы атсалыстық. Жақсы, жарайсың. Келесі бала. Алшы. Өте қызық өтті. Мұқағали Мақатаевтың ақылы жұрталды қайрымызды сағамыздан топтық шететті белсенді болды. Бүгінгі сабақ ерекше қызық өтті. Қызықты жұмыс жасап, өзімізді жаңа қырымыздан көрсете білдік. Бүгінгі менің сабағымда жұмыста Сүгір Рамазан топтың бәрі атсалысты, бірақ Сүгір Рамазан ол Мұқағали Мақатаевтың поэзия өлеңін оқып, бәрімізде көзге қойғанда аққулар ұйықтағанда поэмасының үзінді оқыды. Еркебұлан аққулардағы поэмадан үзінді жаттап келді. Мен соған риза болдым, және бізге сурет салудан көмектесті, және біздің қосымша ақпараттар да. Мен жоспарыма 6 балл берем. Иә, бәріне қанша балл қойды? 4 асын жинап бересің. 4, аха. Сонымен? Сонымен 10 балл. 10 балл кетті, иә, толық. Жақсы. Ары қарай. Екінші қай топтайын? Топ жетекшілері. Жақсы, ақылдасып алыңдар. Ал? Малика? Біздің топта барлығы белсенді болды. Әр жұмысқа әрқайсысы жақсы атсалысып, бірге ұжымдасып істедік. Бізде жақсылықпен елініп, постерге сурет салып, бояп, мәліметтер жазды.
Балнура бізде жақсы белсенді болып, бәрін бірге ұжымдастырып істедік. Ақерке мен Мұхамеджан да кейіпкерлерге мінездеме беріп, өздерінің ойларын жақсы жеткізді. Жақсы топ, ұйымшыл болдылар, жалпы топ ұйымшыл болдылар. Жақсы балалар, Балнураға 10 балл, бізде жақсылыққа 10 балл, Елнұрға 10 балл, Ақеркеге 9 балл, Мұхамеджанға 9 балл. Жақсы жарайсыңдар.